Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін математика сабағынан жаңадан бөлім бастаймыз, геометриялық фигуралар. Сонымен 35-ші сабақ. Бірінші тапсырма. Бізде осы сабақта екі формуланы қолданамыз, ол көлемді табу формуласы болады. Біріншісі тікбұрышты параллелепипедтің көлемі, оны табу үшін А-ны Б-ға және оны С-ға көбейтеміз. Ұзындығын, енін және биіктігін. В текшенің көлемін табу үшін барлық қабырғалар тең болады ғой. Сонда ол бізде А куб деп есептейміз. Екінші тапсырма. Параллелепипедтің көлемін тап. Мына жоғарғы жақтағы фигуралының көлемін табу формуласын пайдаланып есеп шығарамыз. Біріншісі, А қабырғасы 4 см, Б 9 см, С 3 см-ге тең. В-ны табу қажет. В-ны табу үшін А-ны Б-ға, оны С-ға көбейтеміз. Сонда 4 көбейтілген 9 көбейтілген 3 тең 103 см куб. Екінші фигураның көлемі 27 см куб. Үшінші фигураның көлемі бізде текше, ол А куб деп есептеледі, яғни осы үштердің көбейтіндісі, сонда 27 см куб. Екінің ә тапсырмасы берілген, мұнда белгілі шамалар бойынша параллелепипедтің көлемін тап. Ұзындықтары, ені, биіктік, яғни 9-ды 8-ге 17-ге көбейтіп көлемін табамыз. В-ны. Біріншісі. Дәл жоғарғыдай тапсырмадағыдай орындаймыз. 504 метр куб болады. Екінші бағандағы тапсырманың жауабы 400 см куб. Үшінші жолдағы есептің жауабы 96 дециметр куб. Өз жауаптарымен салыстырыңдар. Үшінші тапсырма. Көрсетілген өлшем бірлігіне өрнекте. Бірінші 12 метр кубты дециметр кубқа айналдырамыз. Ол 12 мың болады. 12 дециметр кубта 12 мың сантиметр куб бар. 3 метр кубта 3 мың дециметр куб. Және мынадай. 1 дециметр кубта 1000 сантиметр куб және 1 миллион миллиметр куб бар. Малына дегеніміз миллион деген сөздің қысқаша жазылуы. Яғни 1-ді жазамыз, одан кейін 6-0-ді тіркеп жазамыз. Келесі 4-ші тапсырмаға көшейік. Есепте ұзындығы 25 метр, ені 10 метр, тереңдігі 2 метр болатын хауыздың көлемін тап. Мінекей, 4-ші тапсырма А дегенім 25 метр, В 10 метр, С дегенім 2 метр. Енді көлемін табу үшін В тең А көбейтілген Б көбейтілген С, сонда 3 мәнді көбейтсек 500 метр куб шығады. Ә тапсырмасында осы хауыздың бүйір жақтарының ауданы тап деген, яғни бүйір жақ дегеніміз мінекей. Мына жағы мен мына қабырғаларын сұрап тұр. Бірінші S1 дегенім бірінші бүйір жағының қабырғасы, оны А көбейтілген Б деп табамыз. Сонда 25-ке көбейтеміз, биіктік бізде 2-ке тең. 25 көбейтілген 2 тең 50 метр квадрат. Келесі екінші бүйір жағының ауданы 10-ды көбейтеміз 2-ке, сонда 20 метр квадрат. Есебіміз шықты. Келесі тапсырмаға көшейік. Аквариумның пішіні тік бұрышты параллелепипед тәрізді. Бірдей қырларының атауын және олардың мәнін жаз. Оның табанының ауданы мен өлшемдері бойынша әртүрлі екі жағының ауданын тап. Және көлемін есептеу қажет. Бірінші кітаптағы берілген бойынша БА дегенім 30 сантиметрге тең. Енді осыған дәл осы қырлары бірдей болатын бізде ол БА, ЕФ, НЛ, СД. Бұның барлығы бізде 30 сантиметрге тең. Келесі 40 сантиметрге тең қабырғалар бізде АФ, БЕ, СН және ДЛ. ФЛ 20 сантиметр, оған ұқсас қабырғалар АД, БС және ЕН болады. Енді табанның ауданы СТ 40-ты 20-ға көбейтеміз, сонда 800 сантиметр квадрат. Өлшемдері әртүрлі екі жағының ауданы болса, S1 бір жағының ауданы 30-ды 40-қа көбейтеміз 1200 сантиметр квадрат, S2 30-ды 20-ға көбейтеміз 600 сантиметр квадрат. Енді осы аквариумның көлемін табу үшін 3 өлшемді көбейтеміз, сонда 24 мың сантиметр куб болады. Келесі тапсырма. 6-шы тапсырма. Аквариумды текше пішінді етіп алып, осыған ұқсас есеп құрастыр дейді. Мынандай
аквариум алдық, текше пішінді, оның барлық қабырғалар тең болады. Алдыңғы есептегідей АБ деген 15 сантиметрге тең. Енді осыған, дәл осындай өлшемде біз басқа қырларын жазып шығамыз. АБ, ЕФ, ДС, НМ. Келесі екіншісі БС 15. Оған тең қырларының атауы БС, ФМ, АД және Н, СМ, БФ, АФ және ДН. Келесі С табанның ауданы. 15-ті 15-ке көбейтеміз, 225 сантиметр квадрат. Екі бүйір жақтардың да ауданы бізде барлығы бір-біріне тең болған соң 225 сантиметр квадратқа тең болады. Оның көлемі 15-тің кубына тең 3375 сантиметр куб. Есеп шықты. Жетінші тапсырмада текше мен тік бұрышты параллелепипедтің жазбаларын салыстыр, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын тап дейді. Мұнда бізде текше, тік бұрышты параллелепипед. Енді қараймыз. Мұнда қарама қарсы БАР, мұнда қараймыз GKML және FGNM қарама қарсы қабырғалар және олар бір-біріне тең. Мұна тікбұрышты параллелепипедте де дәл солай. 8-ші тапсырма өрнектерді жазбаша есепте және тексер. Есеп жеңіл болу үшін баған түрде орындайық. 475.001-ді азайтамыз 9802-ні, сонда 465.199 болады. Мұна екеуінің қосындысы мұнаған тең. 910.567-тен азайтамыз 98.001-ді, 812.566 болады. 15.920-ны 5-ке бөлсек 3184. Және қалғандарының бөліндісімен көбейтулері осылай болады. Өз жауаптарымен салыстырыңдар балалар. Келесі тапсырма. 9-шы тапсырма ойлан және жауап бер. Екі қорапта 1200 грамм кәмпит бар. Бір қораптан екіншісіне 50 грамм кәмпитті ауыстырып салғанда екеуінің массасы теңеседі. Бізге табу керек бастапқыда қораптардың массасы қандай болғандығын. Мінеке екі қорап кәмпит 1200 грамм. Енді осыны екіге бөлеміз. 600 грамм. Біреуінде 600 грамм, екіншісінде 600 грамм. Екі қораптың массалар тең. Енді бізде бастапқыда қанша болғандығын білу үшін бір қораптан 50 грамм кәмпит алып, ол 550 грамм болады. Екіншісіне саламыз плюс 50 грамм, сонда 650. Сонда есептің жауабы бастапқыда бірінші қорапта 550 грамм, ал екінші қорапта 650 грамм кәмпит болған екен. Келесі тапсырмаға көшейік. 10-шы тапсырма қораптардың көлемін есепте. Біріншісі А 6 см, Б 12, С 4 см. В көлемді табу қажет. Үшеуінің көбейтіндісі бізе 288 см куб. Келесі екіншісінде В текшенің көлемін табу үшін 3 қабырғасын көбейтеміз, немесе ол А куб деп есептейміз. Сонда 5-тің кубы бізе 125. Есептің жауабы В текше 125 см куб. Барлық 10 тапсырманы талдап шықтық. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар балалар.